Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. Ал мен бастаймын. Күтпеген жерден Айман мен Шолпан үйге сау ете түсті. Қанат оларды көптен бері көрмеп еді. Балаша арсалаңдап мәре-сәре, Жанарда қайынбикелерінің ат басын ең бірінші өз босағаларына тірегеніне дән риза. Әсіресе кішкентай Айдынның қуанышында шек жоқ. Екі қолын жалаңаш санына шапаттап апаларының мойнына кезек-кезек асылады. Аядай бөлме ыстық ықылас пен асқынған көңілдің астында қалды. Амандық саулық сұрасқан соң, қашанда ашық жарқын Айман, ұлдан өзің жалғыз болған соң, ешқайда бұрылмай бірінші саған келдік, деді риясыз сезіммен көкейіндегісін жайып салып. Олар бір атадан 4 қыз, 2 ұл еді. Қанат солардың ішіндегі сүт сауысқан кенжесі, ең үлкен Гүлсара дейтін әпкесінен кейінгі Амантай есімді ағасы осыдан 3 жыл бұрын сырқаттанып беймезгіл дүние салған. Айманның ұлдан өзің жалғыз болған соң деуі сондықтан. Әйтпесе үйлі баранды Алматыда тұратын Гүлсара, Бейсара дейтін апалары баршылық. Жатақханадағы аядай бөлмеде қысылып қымтырылмай, сонда тоқтаған әбден ыңғайлы тұғын. Ата-анасының түтінін түтетіп отырған ендігі тұста Қанат болғандықтан қыздар бұл шаңырақты үлкен үй тұтатын. Барлығы тағдырдың салуымен жетім өсті, ал Қанат 7 жасында тұлдыр жетім қалды. Әкелері Семейдің Жарма ауданындағы юбилейный поселкасының Бөкей кенішінде шахтер боп істеген. Сонда жүріп денсаулығына залал десе керек, ұзақ ғұмыр сүрмеді. Аналары одан да бұрынырақ бұл жалғанмен қош айтысқан. Үймелі-сүймелі кішкентайлар 30-дан жаңа асқан, әпкелері Гүлсараның қанатының астында паналады. Өзі де шиеттей балалы шағалы, алайда ерінің кең пейілдігінің арқасында ол бауырларын шеттетпеді. Қосағының қызметі Алматыға ауысқанға дейін бағып қақты. Ол кезде бұлардың да буындары бекіп қалған еді. Әпкесінің осы бір жанының жарқындығын терең ұғынған Қанаттар атын атамай Нәнә деп кетті. Нәнәсі десе жанын пида етуге бар. Әттең, ана орнына ана болған адамның алдындағы парызыңды өтеу қандай ғанибет. Әлгіндегі басталған қуаныш, асқақтаған жалпы әлі төмен демей, өмірдің бір шуақты сәтіне айналған. Кішкентай Айдын демей, апаларының әкелген сәлем сауқытын жеп, әдемі көгілдір жидені иығына іліп те алыпты. Үйдің ішін азан-қазан етіп, бір өзі тыным таппай ары шабады, бері шабады. Ешкім оны мазамызды қашырдың деп бетінен қағар емес. Телефон безілдей жөнелді. Тұтқаны қолына алғаны сол еді. Арғы жағынан таныс дауыс «Тәте» деп еріксиді. Бейсара бірден таныды. «Күнім, Қанат, амансыңдар ма?» Үйлі баранды болса да әлі күнге інісін кішкене көреді. Айдын құлыншақ пен Жанардың қалдары қалай? Құдды бір 6 ай қыз хабарласпаған адамның кейпінде. Әйтпесе 2 күннің бірінде қатынасып, құрығанда телефон арқылы әуежайды біліп тұрады. Сол қыз баланың бауырмал жүрегі бауыры үшін қашанда бәйек боп жүргені. Аман біз тәте, ауылдан Айман мен Шолпан келген. Ой, қарғаларым-ай, жеткен екен ғой үйіріңіз деп. Төбе құйқасы шымырлап жүрегі құлқ ете қалды. Соған ертең сіздердің барлығыңызды дәм татсын деп үйге шақырмақ ниетпен іздеу салып жатқаным ғой. Құлыным-ай, несіне әуре болдың? Өздерің шаңырақты кеше ғана көтерген жас отаусыңдар. Соны қоя тұрсаң қайтеді? Тәте, о не дегеніңіз? Сіздердің бастарыңызды бір қосуға жарамасам, әпкесі киіп кетті. Рахмет күнім, пейіліңе барамыз. Жақсы, ертеңге дейін онда. Қанат ізінше нәнәсінің үйіне телефон шалып еді, ешкім тұтқан ала қоймады. Қой, жарайды, түстен кейін хабарласармын деп жатақханасына беттеген. Түстеніп болып есіктен шығарында белдігін тағып жатып, ертең қонақ шақырамыз, дайындала бер. Бүгін қашан келетінім белгісіз. Құдайбергеновтың тапсырмасын ұзаққа кетіп барамыз, деді әйеліне.
тапсырмасымен. Соны айтты да жіптіктей тартылған денесін тік ұстап, жауап күтпестен сыртқа беттеді. Жолай бөлімшеге соғып, нәнәсіне тағы телефон шалды. Осы жолы тұтқаны әлдекім көтерді. Жиендерінің бірі екен. Өкінішке орай апасы үйде болмай шықты. Бұл біле қоймайтын таныстардікіне шілдеханаға шақырыпты. Қазір тілдесіп қалмасам, қарбалас жұмыс келігіп хабарды кешіктіріп алып, ұятқа қалып жүрермін деп қай үй кеткенін тәптіштеп сұрап алды. Бір тәтте қуат етері, ол үйдің телефонын жиені біледі екен. Ізінше сонда хабарласты. Сәлеметсіз бе? Сәлемет. Кешіріңіз, Гүлзара тәтені телефонға болам екен деді. Бөгде үйдің шақырған шырқын бұзғанына біртүрлі ыңғайсызданып, әрине қазір арғы беттегі адам елпілдеп тіл қатты. Мембрана тарсылдап, оның тұтқаны столдың үстіне қойғаны білінді. Көп кешікпей-ақ қайта біреудің алғаны аңғарылды. Алло, сәлеметсіз бе, нәні? Алтыным, сенсің бе? Жайшылық па, амансыңдар ма деп жөпелдемеде сұрақты жаудырып жіберді. Қанат апайының қозғалып қалған көңілін сабасына түсірмек ниетпен, барынша байыптылықпен жайшылық екенін айтып жеткізді. Ауылдан Айман мен Жолпан келіп еді. Әй, қарақтарым-ай, көрінген таудың алыстығы жоқ деген осы екен-ау. Ер жетіп бір-бірлеріңді іздеп, апасы қуаныштан тіптен шалықтап әріге бойлады. Енді дәл мұндай реті келе бермес. Барлығымыздың бастарыңызды тоқайласқанда бір шәугім шай берейік деп едік. Жарайды, рахмет. Сендердің қуаныштарыңнан ешқашан қалмаймын ғой. Келіңдер, жақсы. Күндегі әдеттерінше Қанаттың қарамағындағы бөлімше іске кірісіп кеткен. Алда-жалда өрт шыға қалғандай жағдайда көшедегі жер асты су құбырларының қай жерінен пайдалануға болады деген ниетпен алдын ала жасалатын барлау жұмысы. Әйтпесе лықа толы бір машина су қатты қысыммен айдағанда 4-ақ минутта жетеді. Тәйірі дүлей жалынның бетін қайтаруға ол місе бола ма? Мұның сырын білмейтін кейбіреулердің өрт сөндірушілерді кінәлап келгені сол еді. Бөшкелері бос боп су іздеп кетті дейтіні сондықтан. Ақшам үйіріліп айналаға кеугім түсе бастаған. Осы сәтте Жанар ас үйде ауқаттың қамымен жүрген. Келетін мезгілі асса да Қанаттың төбесі көрінер емес. Тамақ дайын пісіп тұр. Әйткенмен суып қалар деп пеш үстінен түсіре қойған жоқ. Көңілі әлденеден алабұртып, біресе балконға, біресе үйге жүгіріп сенделіп жүрді де қойды. Міне байыз таппай қайта балконға табан тіреді. Тақта жолға қарады, ешкім көрінбейді. Қабырғадағы қарлығаштың ұясындай өңгеде балкондарға да өзіндей қыз желдер жайғасыпты. Кенет біреу үрейлене өрт деді, даусы қарлыға шығып. Тұрғандар тікесіне назарларын солай аударды. Шар тәрізді қып-қызыл бәлекет көкейге күдік алатып көкке өрлеп бара жатты. Өрт сөндірушілер қайда? Солдат ұйқыда қызмет жүріп жатырдың көбі емес пе деді әлдекім қалжыңға сүйеп. Жанарлардағы үрей оты осы сөзден кейін де сейілмеді, бірақ әркім өз пікірін айта бастады. Мынау біздің ауылдан да емес, өрт қайдан шықса да өзіміз тартпаймыз ба? Тауқыметтің тегі айтқанымда. Бұл сұмдықты Қанаттың бөлімшесі бұдан әлде қашан бұрын аңғарып үлгерген. Дереу жұмыстарын тамамдап, машиналарына міне салып, солай тартқан. Сұрқай түтін сәт сайын қоюланып бара жатқандай секілденді. Оның сұрқын байқап, Қанат мына сүркілдің тегін болмағанын сезген. Алдыға бір қарап алып, қасындағы жігіттерді көзімен сүзіп өтті. Олар да ұмсына түсіп қозғалмай қалыпты. Барлығы да көп тұрғынның бірі емес, сипа бойында тал міні жоқ, шіркін менің ерім осындай болса дейтін ақиықтар. Бұлар салып ұрып жеткендерінде лапылдай жанған өрт жер суға мойын бұрмайтын дүлей секілденді. Жан жағында пышырып қашқан адамдар көрінеді. Дәл маңындағы вокзал қорқыныштан селкілдеп тұрған секілденеді. Опып жібергендей қызыл жалын аспанға шапшып, ұшы қап-қара түтінге айналады. Төңірегін жылан жылағандай тып-типыл етіп өңмеңдей түседі. Қызыл әлемнің ортасында отқа шарпылған айдаһардай қиралаңда вагондар тұр. Тоба
қазығы тозып тұралған, қозғалып кетсе жағдай одан сайын мүшкілденетін тәрізді. Шұғыл жетуін жеткенімен қапелімде не жасырын білмей бір мезет бәрі аңғарып қалды. Үсіңкі қатты нойыс неме шеніне келтіретін көрінбейді. Қане, талшық етер тайдағы қайсаң барсың дегендей өршелене көкке шапши қызыл тілін сумаңдатады. Бір машина суларын жұрқа құрулы көрмей қаулай берді. Қарап тұрғаннан түк өнбейтінін түсінген бұлар жалынның тырнағына ілігеді-ау деген нәрселерді қашырта берді. Айналадағы ұлардай шулаған тұрғындарды да ары ығыстырып бірлі-жарым түйгендерін ажал аузынан алып шықты. Әйткенмен де көкелерінен күмән торы үзілер емес. Бебеулеген көпшілікке қарағанда обып жалмаған әбілеттің астында әлдекімдер бар сияқты. Осыны ұғынған Қанат жалын жамылып өрт ошағын барлауға бел байлады. Үстіне киген киімдері сақадай сай тұрғын, бірақ ыстығы 600 градус отқа не шыдасын. Мұны да ол 5 саусағындай білді. Әсілі азаматтығы босаңсуына жол бермеген шығар. Әмбе өзінің талай сыннан сүрінбей өткен майталман шеберлігіне де сенді. Үлкен командирлер сүйсініп, Ысқақов жаста болса өрт жадысын жақсы биледі деуші еді. Әйтеуір не де болса Қарахан басын қатерге тігіп қып-қызыл толқынға сүңгіді де кетті. Сатыр күтір етіп гүрілдей жанған, әлекедей жалаңдаған өрт алғашында түкті де көрсетпеді. Бет-аузына киген шлемі болса да кеңсірегін удай ашытқан газ аралас ыс қолқасын алды. Басы зеңіп, жүрегі айныды. Алайда бойын бекем ұстап, қажырына мінді. Қыранның жанарындай өткір көзімен төңіректі шолып шықты. Қара түнектің ішінде зорға байырқалады. Көп нәрсе сөңке болып күлге айналыпты. Алдыға аршындай басып, бүйірі тесілген вагон бөшкеге жақындады. Отқа оранған өңкеген неменің қабырғасынан пантанша атқылаған газ жалынға айналып ұйытқи түседі. Сәт сайын тесігі қысымға шыдамай сөгіліп үлкейіп барады. Қанаттың байыптауы дұрыс болса, қара темір қақырап күллі көкке ұшуы да алыс емес. Осыны түсінген жігіт ылдым-жылдым басып кері жүрді. Үстіндегі 200 градус ыстыққа шыдайтын лыпасы сыр бере бастады ма, денесі күйгендей әсер етті. Алдыға қадам басқан сайын жалын мұның алқымынан сығып, жағасына жармасқандай сыңай танытты. Қарға адым жер мұң боп тәлтіректеп кетті. Тіпті ет бетінен түсе жаздап қайта оңалды. Аузындағы түтікшеде тесіліп уыты күшті жалынға кедергі болудан қалған тәрізді. Ащы түннен қақалып бір-екі лоқсып та жіберді. Құлағы шулап, дүние дөңгеленіп жүре берді. Сыртта тұрған жолдастары тызақтап, байыз таппай аласұрған. Қанаттың тірі айырылғанымыз ба деп тажалдың жуан ортасына дейін сүзіп шықты. Ешкімді жолықтырмады. Амалсыз кері бұрылып оралғандары осы еді. Қою түтіннің арасынан біреудің сұлбасы көрінді. Жігіттер қазір жарылады деді ол қарлыңқыраған дауыспен барынша айқайлап. Қызметтес Сергей Қанатты бірден танып қарсы ұмтылып еді. Әлдекім ту сыртынан шап беріп ұстап жібермеді. Осы екі арада құлақ тұндырған зор үн күллі шаһарды тітіркендірді. Сергейлердің төбелерінен әлдебір нәрсе ұшып бара жатты. Арнайы әскери өрт сөндірушілер бөлімінің бастығы майор Құдайбергенов отпен алысып жүріп, ойламаған жерден Ысқақовтың денесінің үстінен шықты. Жаңа ғана тірі тұрған атпалдай жап-жас жігіт адам айтқысыз өзгеріп сұлқ түсіп жатыр. Үстіндегі киімінен сау-тамтық жоқ. Аяғындағы керзі етіктің қонышы жанып бітіпті де тобығынан төменгі сіресі ғана тұқылданып қалыпты. Онысы бықсып түтіндейді. Басындағы қасқа ыстыққа шыдамай балқып барып тайылыпты. Әншейінде аққұба өңі қап-қара, жүрегі соғуын әлде қашан тоқтатса да әлі тіршіліктің тізгінін босата қоймаған кейбір жүйке талшықтары дірілдейді. Неше сұмдықты көрсе де мынаған Құдайбергенов төзбей қалтырап кетті. Еріндері кемсеңдей бауырым деп бас сала жаздап өзін әзер тоқтатты. Өйткені Қанаттың денесінен шып-шып су шығып езіліп жатыр еді. Арыға майордың дәті шыдамай теріс айналды. Жалынмен арпалысып жүргенде Қанат ет қызуымен аңғармады.
уы заһардай жалын оның өн бойын әлдеқашан шарпып күйдіре бастаған. Барлық ой-ниеті басқада болғандықтан ол өзінің денесі жанып жатқанын сезбеді. Кеудесінде тынымсыз соғып тұрған дүмбі жүрек оның бәрін елең етпеген. Тек асқан күшті қысыммен жарылған бір вагон газдың толқыны қарып түсіп әуелетіп әкетті де айдалаға атып жіберген. Сол сәт жаңғаша ұшып бара жатып есіл жігіт бір нәрсе ойлап үлгерді. Онысы айдыны. Бірақ соның ізінше кеудесіндегі жаны жалынға айналып кете барған. Өрт сөндірушілердің жатақханасы өздерінің мекемесінің үстінде орналасқан. Бірдеңе бола қалса кез келген уақытта қауымдасу үшін әдейі солай қоныстандырылған. Бірақ бала-шағаның әшейіндегі кіріп шығатын есігі басқа жақта, қызметке ешқандай араласпайды. Сол сойқаннан бері көп күн өтпеп еді, Құдайбергенов жұмысқа келе жатып, өңкиген қызыл машинаның капотында отырған әлдебір шынышақтай баланы көзі шалып қалды. Еріксіз солай қарай бұрылып тақап келсе, Қанаттың 4 жасар ұлы екен. Әлденені айтып тынбай былдырлап сөйлейді. Сөзіне ден қойса, әке-ау, сен қашан келесің, жұмысың неге бітпейді, дейді аянышты халде. Кірпігінен жасы мөлт-мөлт етіп тамып тұр. Майордың тұла бойы шымырлап, жүйесі босап сала берді. Қасына тақап, кел ғой, кім сені мұнда шығарған деп сөйлей жүріп түсіріп алды. Өзім шықтым, менің әкем қайда? Қарақаттай мөлдір жанарын үлкен деп тайсақтамай көзіне қадалды. Әрі өңі таныс, үстіне әкесініңкіндей әбден жадына сіңісті нысаны болғаннан кейін жатырқамады. Өткеннің бәріне дәп бір өзі кінәлідей, сәбиге тура қарауға жүзі шыдамай төменшіктей берді. Ләм деп тіл қатпастан баланы көтеріп апарып бөлмесіне кіргізіп жіберген. Бірақ оның қызыл машина көрсе болды, әкем деп тұра жүгіретінен бейхабар еді. Сүлдерін сүретіп кабинетіне енді. Әбден діңкелеген адамша креслоға отыра кетті. Жаны тыныштықты қалайтын секілді. Сіркесі су көтермей тұрғанда қабырғадағы сағат тілі сырт-сырт етіп құлаққа әсте-әсте әл алып бара жатқандай сыңай танытады. Әр сыртылы миына шеге қаққандай тиді. Әсіресе адамның жүйкесі жұқарғанда қиын екен. Майор батпан ойдың жүлгесінен құтылғысы келді ме, қалтасынан шылымын алып ерніне қыстырды. Көк түтінді құныға жұтты да креслоның арқалығына шалқалып жата кетті. Қаншама өзін-өзі алдаусыратқанымен алапат жарылыстар санасынан бір өшпей-ақ қойды. Қарамағында істейтін 4 бірдей адамның опат болуы оңай соққан жоқ. Осыдан бір апта бұрын оларды жерлеуге алып шыққанда ағыл-тегіл жылаған жұрттың кескіні елестеді. Бәрінен қабырға қарай бет алған қызыл машиналардың өкірген үні азап ойынды қаза етеді. Олардың шерінен көктерек пен ақ қайыңдар да тербеліп кеткен тәрізденді. Күллі әлем соңғы рет қош деп айтып, қол бұлғап құлып бара жатқан сыңқылданды. Әйтеуір Құдайбергеновке бүкіл Астана аза тұтып тұрғандай әсер қалдырды. Жаңағы бір бұрым шылым аздық еткенде екіншісін тұтатты. Сағат сыртылдауын одан сайын үдеткендей. Бүгінде тек бірі кетіп, жайдақ тірліктен байыз таппай сырдақтай берген. Арнасына сыймай асқақтаған жанардың әлдебірдегі көңілі көң жамылған алқаптай тұмшаланып, қораштанып барады. Кеудесін кернеген құса, көзін ашса да жұмса да ыстық жас толастамай алма бетін сызып өтіп омырауына құйылады. Көріктей көкірегі уһілеген сайын қысыла береді. Мына жалғаннан бас кешкен, әттең, сүйгеніммен бірге қол ұстасқан күйі ақыретке кетер ме еді? Мүмкін тірлікте жетпеген армандарына о дүниеде мелдектер. Жалғаны мол, жақып бар өмір топшыдан қағып жұртта қалған күшіктей қыңсылататындай не жазып едім? Осыншама зілмауыр төпершіңді
төрт елі маңдайыма қалай сыйдырғансың? Тастай қараңғы мелшиген түн тынышын бұзып Айдын оянды. Ұйқысырай ма жыламсыраған үнмен әлденелерді айтады. Өңгесін жете ұғынбаса да әке, әке дегені ғана қолқа жүрегін суырып ала жаздады. Жүйке жүйесі босап, буыннан әл қашып тұруға дәрмені болмады. Үш ұмсынып басын көтерді де үзіп-үзіп әрең ботам деп ұлы жатқан жағын қармана берді. Еркінен тыс жанарынан саулаған жақұт тамшылар сәбиінің де көкірегіне тамып, тұла бойын тыз-тыз еткізді. Әншейінде әкесінен басқа жан пенденің қойнына жатпайтын ұл анасының құшағына кіріп бара жатты. Әкем әлі келген жоқ па дейді. Шешесінің өрекпігін, өкініші мен арманын қоздыра түсті. Бірақ кішкентай бүлдіршін қайдан білсін дәл осы сөзінің ана жүрегіне қаншалықты ауыр екенін. Әкесін көптен көрмей сағынып жатқан соң бұл сауал сәби тіліне шартты түрде орала берген. Шешесі қапелімде не деудің жөнін таппай үнсіз томсарды. Беймәлім ойлармен арбасып ұзағынан мелши естілейді. Өзінен басқа ешкім жоқ саңырау әрі дүлей әлем жапасын шектіргенімен опасынан жұрдайтұғын. Осынау меңіреу тыныштыққа зығырданы қайнаған келіншек жарық сәуленің сызат беріп терезеден түсуін асыға күтті. Тезірек дейді ішінен аласұрған ойының жетегіне ілесіп. Мейлінше жылдамырақ ары-бері ағылған жұрттың арасына сіңіп жазғанның қапалы сәтінен іргесін алыстатқысы келеді. Әттең, әншейіндегі жаздың бір-ақ тұтам қысқа түні дейтін біреулер үшінгі ләззатты шақ тас кіндікті қапасқа айналып зарықтыра әзер күн көзінен қара шымылдығын сыпыра бастады. Сағатқа қарап еді 5 екен, әлі де көз шырымын алатын уақыт бар дегенмен кірпігі айқасатын көрмеді. Енді ұйықтап береке таппайтынын сезген ол дүбәра тірліктің дүбіріне ілеспек боп төсегінен түрегелді. Жуынуға дәлізге шықты. Күллі жатақхана тәтті ұйқыдан арылмаған. Тырс еткен дыбыс білінсенші. Жуынатын бөлменің терезесінен мақсатсыз қалпы тысқа мойнын созды. Кезекші ғана сыртқа алшаңдай басып жүр. Неге ол жаққа көз салғанын өзі де білмейді. Жүрегі езіліп, ніні салбырап қалды. Селдерін сүйреткен күйі бөлмесіне бет алды. Көп ұзатпай қаралы жандарға жеке-жеке баспана берді. Жанар оңаша үйге шыққанда жалғыздықты тереңірек ұғынды. Әйтпесе Астанадан өзіңе тиесілі шаңырақ алу үлкен қуаныш емес пе? Алғаш босағасын аттап кіргенде үңірейген бөлмелер мүддесін күткен көрдей әсер етті. Ең бірінші қабырғаға тұтқаны да Қанаттың суреті болды. Оған қайта-қайта қарай берді. Айдын да әкесінің келетінен күдері үзетін көрінбейді. Кейде сәби төзімі әбден түгесіле ме әулеттік альбомды алып әкесімен тастап кеттің деп ұрсып отырады. Көршілерге ер адам бас сұқса аналардың әкесі келді деп шауып жетеді. Оның кім екенінде шаруасы жоқ. Шешесі әкең өлген, енді келмейді деп айтуға дәті жетпеді. Тоқтатқан соң өзі бәрін ұғынар деп қойған. Тағы да шыңырау ойдың түбіне құлады. Азалы келіншек кірпік ілмей таңдатырды. Түні бойы демалмаса да ширақ қимылдап ұлын киіндірді де балалар бақшасына апармақ ниетпен сыртқа беттеді. Көшеде адамдар легі пайда боп үлгеріпті. Түндегі дертінің бәрін ысырып, бойын нық ұстаған қалпы нөпірге сіңіп бара жатты. Пешененің жазуымен әлі оның алдында не күтіп тұрғаны белгісіз еді. Достар, осымен әңгіме аяқталды. Келесі әңгімені тыңдау үшін төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің әңгімем күнде кешкі сағат 7-де шығып отырады. Ал сенбі-жексенбі күні таңертең сағат 11-де шығады. Жіберіп алмаңыздар.
алдын ала сіздерге үлкен рахмет.